Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен деревенский картошканың рецептісімен бөлісетін боламын. Шын мәнісінде өте дәмді болып шығады. Сырты хрустящий, іші жұмсақ болады. Бұл рецептіге бізге тек қана бірақ ингредиент қажет болады. Бұл картошка. Картошканы осылай видеода көрсетілгенде етіп турасаңыздар өте жақсы болады. Жіңішкелеу етіп турауға тырысыңыздар, сол кезде өте әдемі әрі тез пісетін болады. Мен бұл рецептіге 5 штук картошка қолданға болатынмын. Сіздерге айтар кеңесім, көбірек картошкадан істеңіздер, себебі бұл өте дәмді болып шығады, сондықтан да өте тез таусылып қалады. Және де тағы бір айтарым, міндетті түрде картошканың қабығын ашып қойыңыздар, себебі картошканы қабығымен пісіретін болсаңыздар, оның қабығы қатты болып кетеді. Енді кесілген картошкаларымызды алып, бөлек ыдысқа саламыз. Оның үстіне көбірек тұз, бұрыш және де сұйық май құйып жақсылап араластырамыз. Осы кезде духовканы қыздырып қоя берсеңіздер болады. 180 градусқа қойып қойыңыздар. Духовкамыз ысы береді. Оған дейін біздер осылай араластырып, пергамент қағазын төселген противеньге картошкаларымызды салып, 15-20 минутқа духовкаға жібереміз. Картошкаларымыз піскеннен кейін осылай тарелкеге әдемілеп салып, дастарханға қоя беруге болады. Егер де сіздерге бұл видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.